Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін Корея жаңалықтар арнасында бізде тікелей эфир. Алдымен осы видеоны көбірек адамдар көру үшін барлықтарыңыз осы видеоға лайк басып қалдыруды ұмытпаңыздар. Және біз тікелей эфирімізді бастаймыз. Жалпы біздің бүгін эфирімізде оңтүстік Корея елінде ем қабылдап жатқан қазақстандық Мариям Мейрамхан Алмас қызы туралы болады. Жалпы ол қазір оңтүстік Корея елінде ем алып жатыр. 2020 жылы оңтүстік Корея еліне Қазақстанда емін таба алмағандығы үшін осы жерге келіп емін бастаған. Қазіргі таңда бізбен Мариям Мейрамхан Алмас қызының мамасы Алтынай бізге тікелей эфирге байланысқа шықты. Енді бірге тыңдайық, қазіргі жағдайы қалай болып жатқанын. Сәлеметсіз бе, Алтынай? Сіз тікелей эфирдесіз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Дауысым естіліп тұр ғой, иә? Даусыңыз естіліп тұр. Алдымен өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Менің есімім Алтынай. Мен 4 жасар Мариямның анасымын. Біз қазір осы Корея елінде Сеул қаласында емделіп жатырмыз. Ем алып жатқанымызға уже 10 ай болды, Аллаға шүкір. Сол Қазіргі таңда Майрамның жағдайы қалай? Қазір жақсы, Аллаға шүкір. Бәрібір енді кеше ғана шықтық қой, біз өзі трансплантациядан бәрібір слабость бар, әлсіздік бар. Өзін бір енді химиядан кейін побочкалар бар да бәрібір дегенмен де. Қазіргі таңда дәрігерлер не айтып жатыр? Сіздің қызыңызға байланысты, еміне байланысты. Енді біздің өзі диагноз енді шыны керек андай өзінің немесі бар да, қайта бергім де келмейді, қайта қандай диагноз екен өзі жаман нәрсе шақырып алғым келмейді да, басына енді агрессивный деп айтады, быстро растущий дейді, қазақша қалай айтады, тез өсетін, сондай. Оның химиялары да емі де андай агрессивный болады. Лезде арасына уақыт салған өзінде сол аралықта тез 3 апта бере ма, 3 апта, 2 апта бере ма, 3 аптадан 2 аптадан кейін алып үлгеру керек та дәріні, химияны, лучевая терапия алдық қой біз, трансплантация алдық. Соның бәрін міне сол 3 химиотерапия алдық, 30 сәулелік терапия лучевая. Одан кейін 3 трансплантация алдық, 10 айдың ішінде үлгердік, енді Аллаға шүкір. Енді ең бастысы өзі Аллах шипасын берсе екен, енді ақшамен дейміз ғой, бәріміз ақша керек қой, бәрібір ең бастысы Аллах емін берсе екен тілейміз енді бәрібір. Сіз есіңізде болса, қазір мен оқырмандарға түсінікті болу үшін, біз 2021 жылы 14 май күні осы Сеул қаласында біз сіздің қасыңызда болдық. Біз видеоға алып әлеуметтік желіге орналастырған болатынбыз, мен көргем. Сол уақытта сіздің қызыңыздың жағдайын жалпы ауруханамен танысып, қазір сол жерін халыққа көрсетуіміз керек. Ана біз күлкіден, ұйқыдан айырылған ана жүрегі не дейді? Бірге тыңдайық. Жалпы құрметті оқырмандар, бұл ақпараттың барлығы тексерілген. Бұны мен не үшін көрсетіп отырмын қазір? Жалпы құжаттары бар, бұл жердегі Мариямның мінекей Қазақстандағы құжаттары барлық нәрсесін алып келген. Жалпы айтқым келгені, бұның барлығы тексерілген ақпарат. Мен өзім, барлықтарыңыз білесіздер, бір ақпаратты тексеріп, өзіміз көзімізбен көргеннен кейін ғана әлеуметтік желіге орналастырамыз. Яғни адамдардың шынымен көмекке мұқтаж екендігін білгеннен кейін ғана әлеуметтік желілерге шығарамыз. Қазіргі таңда Мариям қайда қазір? Мариям міне қасымда жүр. Шақыра алмай отырып алды. Қызды бір көрейікші біз. Кеш, Мариям, кеш келе ғой. Кел. Қазір енді алда сулап шақыра алмаса, қазір. Кел, Мариям. Кеш қызым. Кел ғой. Мариям. Қазір келетін шығар алдыма, қыз келіп қалар. Енді қызыңызды білем, шамалы жаңағыдай адамдарға қосылмайды, енді өзімен бала ғой енді. Иә, қазір мен енді келе қоймайды, енді өзім шақырмасам болады. Міне қызым. Мариям, сәлем. Ой, жаным сол.
Жарайды, отыра беріңіз, сұхбатты сізбен Иә, жалғастырайық. иә. Жалғастыра берсін. Жалпы қазір сіздердің емдеріңізге осы уақытқа дейін Оңтүстік Кореядағы осы Сеул қаласында орналасқан аурухана жалпы қанша миллион теңге ақша сұрады? 10 ай бұрын біз Астана қаласында, Нұрсұлтан ғой қазір, Нұрсұлтан қаласында ана мен бала емханасында, больницасында жатқан кезде осы Северанс клиникасымен байланысқа шықтық. Сол кезде байланысқа шыққан кезде бізге 150 миллион теңге деп айтты, керек деп айтқан болатын. Енді ол вон мен білмеймін енді қанша екенін. Енді біздің ақшамен 150 миллион теңге деп айтты. Осы уақытқа дейін, осы аралықта 10 айдың ішінде біз 97 миллион теңге жібердік. 220 мың ақш доллары кетті ғой. Енді оның бәрі енді халықтан, енді фондтар көмектесті арасында. Оны есі жасырайын. Германский бір фонд көмектесті 2 рет, одан кейін Россиядан бір фонд көмектесті жақсы. Сол фондтардың өзінен 20 миллион теңге түсті ғой, Аллаға шүкір. Енді қалған бәрі халықтан келіп жатыр, Аллаға шүкір. Одан кейін өзімізден де бар, енді біраз қолға жиған тергеніміз болды, біраз дүниеміз болды ғой енді. Оның бәрін сату керек болды. Сонымен келдік, Аллаға шүкір. Енді сіздердің өмірлеріңізді, жалпы отбасылық жағдайларыңызды мен білемін, бұның алдында сізбен кездескен болатынбыз. Қазіргі таңда жалпы сіздің осы Мариямның еміне Оңтүстік Кореядағы ауруханалар 150 миллион теңге сұраған. Бұл 150 миллион теңге есептен 411 миллион вон болады. Ал сіздер халықтан және фондтан жалпы жиналған қаражат 97 миллион теңге екен. Жалпы осы уақытқа дейін Мариямның еміне 97 миллион ақша жұмсалды. 97 миллион 265 миллион 700 мың вон ақша болады. Бұл аз ақша емес. Осы ақшаларға қарап, Мариямның қандай дертпен күресіп жатқанын, қандай Алла оған сынақ бергендігін көруге болады. Енді қазіргі таңда сіздерге жалпы 5 миллион теңге, Қазақстанның теңгесімен 5 миллион теңге қазір аурухананың алдында берешектеріңіз бар. Бұл 5 миллион теңге Қазақстанның, Кореяның ақшасымен 14 миллион теңге болып тұр. Сондықтан 14 миллион вон болып тұр. Сондықтан құрметті осы оқырмандар, құрметті жақсылықты жарысатын жақсыларым, қазір Мариям үйінде, алайда сіздің құжаттарыңыз қазір ауруханада, иә? Иә, 2 паспортымызды, бізден басында паспорт сұрады. Одан кейін, егер ID карталарыңыз бар болса, ID карталарыңыз таста кетіңіз деді. Сосын айттық, енді бәрібір қашып құтылмаймыз ғой, қарыз төлеуіміз керек деп. Содан сенімді болсын деп 2 паспорт таста кеттік Мариям екеуміз. 13-нө дейін, дүйсенбіге дейін қолхатқа қол қойдырып, бізді ақшамызды қайтарасыңдар деп. Яғни сол 14 миллион вонды сіздер осы қыркүйектің 13-не дейін ауруханаға төлем жасауларыңыз қажет. Сіздер солай келісім шарт жасап келдіңіздер, солай ғой? Бізде былай ғой, жаңағы трансплантацияға, 3-ші трансплантацияға бізде өзі не береді, смета беріледі. Сол кезде 39 бен 40 мың доллар ақш доллар шамасы. Енді біз максимальный алдық 40 мың доллар деген 17 миллион теңге. Енді біз больницадан мына ТКМ-ға біз 13 миллион теңге кетті. Оның 13 миллион 200 мың теңге есептеген кезде. Оның біз 2 миллион 200 мың теңгесін қарызбыз. 2 миллион 200 мың теңгесі қарызбыз. Ар жағында тағы 3,5 миллион теңге бұл мына реабилитациясына кетеді Мариямның. Бәрібір трансплантация оңай емес қой. Трансплантация деген кәдімгідей 3 рет алды, бала тем более 3 рет трансплантация алды. Ол трансплантация жай химия емес, ол высокодозная химияның ауыр түрін алады. Одан кейін высокодозный химиядан кейін 6 күн, 7 күннен кейін бала пересадка болады, стволовых клеток. Жаңағы баланың жілік майын ең басында алды ғой, осында келген кездегі. Сол жілік майын қайтадан өзіне құяды. Оның бәрі оңай емес та, өз немелері болады.
әсерлер болады да, соның бәрін есептеп отыр ғой аурухана. Өйткені МРТ-сі бар, бізде алдыда өтетін КТ-сі бар, одан пункция болады, lumбальная пункция дейді. Баланың ана желігінен, омыртқасынан не алады, жілік майын алады. Қайтадан солай тексеріп отырады, рецидив болмау үшін. Соның бәрін есептеп отыр, иә. Жалпы қазір өзіңіздің отбасылық жағдайыңыз қалай сіздің? Яғни қаражат жағынан. Енді біз мында Кореяға қызымыз екеуміз келдік. Басында жолдасымызбен келеміз бе деп ойладық. Енді білмейміз ғой, шетел бірінші шығып жатырмыз, енді немесі жасырайын. Соны енді тіл білмейсің, қорықтым біраз. Содан бізге бермеді визаны. Медицинский виза ғана береді екен ғой қазір. Күйеу баламен ғана келдім осында. Күйеуім жарайды, енді Алланың бұйырған сол шығар, енді сонда қалып, енді жұмыс істеу керек қой бәрібір. Ол екеуміз ол жаққа келіп алсақ, ақша кім табады ар жақта. Содан жолдасым күйеуім сол жақта қалып, енді шамасынша жіберіп жатыр ол да ақша енді. Өйткені мұнда біздің мысалы біз мына үйді, Сеулде қымбат қой үй. Мына бөлмені үйді снимать етеміз. Үйті оны үйдің полностью снимать етпейміз, бір комнатасын снимать етеміз. Мынау 3 бөлмелі комната. 3 бөлмелі комнатада әрбір отбасы тұрады. Сол бір комнатаның өзіне бір 500 мың вон төлейміз айына. Енді тамағымыз бар, жүріс-тұрысымыз бар деген, оның бәріне ақша керек қой енді бәрібір. Өздері шот нөмір сұрап жатыр, көптеген оқырмандар қазір. Рахмет, иә, өздері несін айтып жатыр. Корея бойынша біз шот нөмірлерді қалдыратын боламыз. Құрметті оқырмандар, барлығымыз осы Мариямның еміне осы уақытқа дейін бұның алдында біз видеоларын қойдық, және өздері жан-жақты әлеуметтік желілерде таратқан екен. Жалпы 97 миллион теңге ақша жиналған. Осы уақытқа дейін еміне енді қараңыздар, 97 миллиондық емді алды. Енді бұл жағында, арғы жағында 5 миллион теңге қалды. Осы халық болып, ел болып, осылай бірлігімізді бір рет көрсететін болсақ, Алла қаласа, Мариям Қазақстанға өзінің әпкелерін, әкесінің қасына, әжесінің қасына ойнап күліп барса, осы отандастарымызға біз үшін содан астам бақыт жоқ деп ойлаймын мен өзім. Енді Алтынай, сізге бір сұрақ. Осы қызыңызды Корея еліне алып келдіңіз сіз. Мемлекет тарапынан қандай да бір осы уақытқа дейін көмек болды ма сізге? Иә, Самат, мен бірінші сұраққа жауап беріп кетейінші. Мына жерде не болды дейді, білмей жатқан адамда бар екен, қызға не болды деп. Менің қызыма Қазақстанда басына операция жасалды. Ота жасалған кезде басынан ісік шықты. Ол ісігі басына бізге доброкачественный болатын шығар деп үміттенген болатынбыз, бірақ гистологияға берген кезде ол злокачественный болып шықты. Злокачественный, одан кейін диагнозы атро деп қойылды. Атро деген ол өте сирек кездеседі. Қазақстанда жылына бір-ақ рет кездеседі екен. Әлем бойынша тоже енді Қазақстанда бір-ақ рет кездессе, әлем бойынша да сирек кездесетін ауру диагноз қатарларына кіргізеді екен де біздің. Ол еще біздікін басқа енді онкологиялық ауру сияқты бірінші, екінші, үшінші стадия деп бермейді. Сразу анықталды ма, сразу 4-ші стадия береді. Өйткені оның сол құрамына, жаңағы гистологиясына қарайды да, качествосына қарап солай беріп тұр да. Сондықтан еріксіз келдік мұнда Сеулге, Кореяға. Содан біз айтып отырық қой, Қазақстанда ана мен балаға операция жасап болғаннан кейін ана мен балаға ауыстырды. Ана мен балаға ауыстырғаннан кейін олар бізге айтты, осындай диагноз сендерге деп. Мен заведующий өзінің комнатасына шақырып алды, бөлмесіне шақырып алды да айтты, осылай сіздердің диагноздарыңыз оңай емес. Сіз енді интернетті ашып оқыған шығарсыз деді. Мен айттым, иә, енді оқып түсініп тұрмын, енді сіздердің ауыздарыңыздан естігім келіп тұр дедім. Сосын айтты, осылай, осынша стадия. Енді мен сіздерге не бере алмаймын деді, гарант бере алмаймын деді. Өйткені біліп тұр ғой несін. Сосын мен айттым, енді емделіп кеткен, маған статистикасын көрсетіңізші дедім. Нәтижесінің статистикасы бар ма, ремиссияға шығып кеткен балалар бар ма деген кезде үндемей қалды. Енді үндемей қалса, сұрағыма жауап болмаса, енді баланы қатерге қия алмайсың ғой. Қазақстан, тем более олардың протоколдар 2006 жылғы ескі протокол екен. Қазір қай жыл, ол кезде қай жыл. Қазір медицина өзгеріп жатыр, өсіп жатыр, шетелде дамып жатыр ғой. Енді қызың үшін, баланың ішінен шыққан сәбиің үшін не істемейсің. Содан келдік осында, бір Аллаға тәуекел етіп.
Мемлекет тарапынан квота не болмасам сондай да бір көмек болды ма? Жалпы қаражат тарапынан не Жоқ. болмасам оңтүстік Кореядағы елшілік өкілдері дегендей қандай да бір сіздерге көмек көрсетті ма осы уақытқа дейін? Қазір оқырмандарымыз сол сұрақты бізге Елшіліктен мына жақта басқа телефонда жекелер қойып жатыр. Сол сұраққа да жауап беріп кетсеңіз оқырмандарға түсінікті болу үшін. Жақсы. Бізде елшіліктен мына сіз келдіңіз ғой. Бізге келіп сіз хабарласқаннан кейін елшіліктен бізге шықты. Осы үйге келді елшіліктен бір кісі келді. Елшілік дегенде мен түсінген бойынша айтты осылай 2 кісі қосылып сізге шамамыз келгенше деп 550 мың вон 550 мың вон. Иә, 550 мың вон. Ол қанша 200 бірдеңе мың теңге ғой, иә, теңгемен. Солай қолыма карточка конвертке салып, осылай одан кейін бір қағаздар бар екен қолдарында. Осыны больницаға, клиникаға көрсетсеңіз, сізге скидка жасайтын шығар деп. Бірақ ол кісілер келмей тұр, бір апта бұрын больницаға ол кісілер хабарласыпты, мына Северансқа. Хабарласып, осылай Мариям деген қызға скидка қарастырыңыздар, көрсетіңіздер деп. Оған біздің Северанс, біз көмектесе алмаймыз, скидка жасалмаймыз деп бізге сразу отказ берді ғой. Бізге жасамады скидка. Біз үміттеніп едік, бірақ жасамады скидка. Сол. Мемлекет тарапынан көмек болған жоқ бізге. Түсінікті. Қазір құрметті оқырмандар, мінекей мен мына жерге нөмірлерін қалдырдым. Оңтүстік Корея үшін Лури банк, яғни ол сіздің өзіңіздің атыңызға ашылған Лури банк карта нөмірі және Қазақстан үшін Каспий Голд нөмірін қалдырдым. Сондықтан барлықтарымыз осылай мінекей бір қарындасымыз, жалпы қарындасымызға көмектесіп жіберейік. Жалпы қазір оңтүстік Корея елінде 18 Қазақстан азаматы, кешегімен 19 адам болды. Олар ауруханаларда жатыр. Әр түрлісі, әр қандай бір өздерінің жағдайы, медицинаға, сол ауруханаға емделіп жатқандары бар. Қазақстаннан келгендері бар осы жерге емделіп жатқандар. Оның барлығы бізде қай жерде жатқандығы, оның барлығын тізімі бар. Енді біз осы әлеуметтік желіде қолдан келгенше халықтың басын қосып бір-бірімізге осылай көмектескеніміз, бұл ақырет үшін үлкен сауап болатындығын барлықтарымыз білеміз. Сондықтан құрметті оқырмандар, біз осы Мариямның мәселесін осы 2-3 күнде, яғни осы 13 қыркүйекке дейін осы қалған 14 миллион вон Қазақстанның теңгесінен 5 миллион теңгені сіз және біз болып көмектесіп жинайтын болсақ, одан кейін Мариямның жағдайынан да ауыр жағдайда жатқан біздің отандастарымыз бар, жас балдарымыз бар. Оларға да шамалы қолдан келгенше көмегімізді беруіміз керек. Енді мемлекет тарапынан берілетін қаражат ол беріледі, көмектеседі, енді мемлекет бермеді деп қарап отыра беретін болса, бұл жерде балдарымыздың өмірі осылай ауыр жағдайда болып жатыр. Сондықтан барлығымыз құрметті оқырмандар, бірлігімізді көрсетейік, амандығымызды көрсетейік, осылай қолдау көрсетейік. Сіз жалпы біздің осы оңтүстік Корея елінен қазір және СНГ-ден барлық адамдар көріп отыр. Сөз өзіңіз үндесеңіз. Иә, енді қызым ұйықтап қалды ма, көрсетейін ба? Ұйықтап қалды ғой. Енді ең біріншісі бір Аллаға енді өзім ризашылығымды білдіремін. Енді Алланың арқасында ғой, енді ақша басында болған жоқ. Бар жиған тергемізіме келдік, енді 150 миллион теңгеде қайдан аламыз деп шошыдық қой. Бір Аллаға тәуекел етіп келдік. Аллаға шүкір, көмегі тигізіп жатыр. Одан кейін қарапайым халық қой көмектесіп жатқан. Жан-жақтан өзіміздің қазағымыз бар, басқа да ұлттар бар. Мен сондай таң қалам, жүректер сондай мейірімге толы екен. Мені танымайтын, бізді танымайтын басқа да ұлттың азаматтары ішінде өзбектер де бар, орыстар да бар, украиндар да бар. Енді мына жақта кәрістер де бар, көмектесіп жатыр шамалар келгенше. Енді Алла разы болсын ол кісілерге, олардың жүректеріне мейірім берген Аллаға сансыз шүкір. Бізге шамалар келгенше жан-жақтан көмектесіп жатыр. Осыдан кейін қалай шүкір демейсің, қалай разы болмайсың. Рахмет, шамалар. Сіз мен барған кезде білесіз ба, бізге жаңа сұхбат берген кезде бірінші рет сіз не сұрадыңыз бізден? Дұға тіледім. Иә. Сіз солай сұрағаннан кейін мен енді съемканы түсіріп кеттім ғой. Енді сіздің видеоларыңызды монтаж жасап жатқан кезде мен уақытым көп кетіп қалды. Себебі сіздің сол айтқан сөзіңіз шыны керек менің жүрегіме қатты тиді. Алла разы болсын. Кейбір адамдар бар,
өздерінің сәбилерін, сау сәбилерін жатқызып қойып, мен әлеуметтік желіде көріп жатамын ғой. Не болмасам емделіп болған болса да, емделіп болғаннан кейін де сол ауруханада жатқан суреттерін қойып, әлеуметтік желіде ақша жинап, өзінің қалтасын қамтып жатқан кейбір отандастарымызды білемін мен. Енді Аллам адамдар бір дейміз ғой. Шынымен ана жүрегі жылап тұрғанын, шынымен осы қызыңызға көмек керек екендігін тағы бір рет дәлелдеп бердіңіз. Біз енді аурухананың құжаттарымен таныстық ол жақта. Сол кезде сіздің сол айтқан сөзіңіз маған ең алдымен халықтың дұғасы керек деп айттыңыз. Әрине, бірінші дұға ғой, енді шипа. Әрбір адам, әрбір отандасымыз, әрбір мұсылман сіздің қызыңыз үшін мешіттерге барып, жамағат болып, жұма намаздарында дұға жасады. Енді барлығы Аллахтың қолында, ал бұл сіз және біз, ал мынау әлеуметтік желіде осы тікелей эфирдің арғы жағында отырған халық, ол бар болғаны себепші. Сондықтан Аллахтан, тек қана Аллахтан дұға жасап, сұрауда тоқтамаңыз. Әмин. Соны біз өзімізде сол ақша деп бұрыннан Алладан дұға тілеп, баланың осы жазылып кетуін сұрау керек негізі. Емі тисе екен деп, емі. Рахмет сізге, Алтынай, бүгін біздің тікелей эфирде болдыңыз. Сізге де, Самат, Алла разы болсын. Сіздің сөйтіп жан-жаққа көмектесіп жатқаныңызға, біздің қазақстандықтар бар ғой, енді сол шыр-пыр болып жүргеніңізге Алла разы болсын сізге де. Алла сіздің жолыңызды ашып, отбасыңызға береке мен тыныштық берсін. Енді туған туысыңыз, отбасыңыздың ең басты дені сау болсын. Ең бірінші байлық денсаулық деп айтады ғой, соны енді қазір түсініп жатырмыз ғой. Дүниеде ештеңе де керек емес екен. Мына қанша дүние жинадың, бәрібір егер денсаулық дұрыс болмаса, бәрібір саласын денсаулыққа. Сондықтан ең басты дендеріңіз сау болсын. Көп рахмет сіздерге де. Рахмет сізге де, Алтынай. Біз тікелей эфирді сақтап қоямыз. Кіріп көрсеңіздер болады. Тікелей эфирді енді кіріп жатқан жандар болса, және Қазақстан және Оңтүстік Корея аумақтары бойынша банк нөмірлер қалдырылады. Бізде осы қыркүйектің 13-іне дейін уақыт бар. Алла қаласа, біз ел болып бірге осы қалған 5 миллион теңгені жинаймыз деген ойдамыз. Енді барлығы Алланың қолында, халық тек қана себепші. Біз сіздермен тікелей эфирді аяқтаймыз. Тікелей эфирге кіріп, алтындай уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін барлықтарыңыздан Алла разы болсын. Сау саламат. Рахмет, Алла разы болсын. Сау болыңыз.